751 жылы әлемдік тарихи оқиғалардың қатарына кіретін Атлах шайқасы болып өткені бәріміз білеміз. Ал енді осы Атлах-Талас шайқасынан кейін тарих сахнасында үлкен өзгерістер болды. Бұл араб-түрік әскерлерінің біріккен әскери одағының Ұлы Таң империясының сол уақыттағы 70 мың әскерменен арадағы болған шайқасының нәтижесінде біріккен араб-түрік әскерлері жеңіске жетіп, ислам мәдениеті жайлап қазақ даласына, түркілердің ортасына ене бастаған болатын. Қазақ еліне, ұлы дала жеріне ислам діні еріндікпен, жүректің қалауымен кірген дін. Себебі ата-бабаларымыз осы дінмен қауышқанына міне қарап отырсақ, 10 ғасырдың жүзі өткен. Исламның діні ғана келген жоқ. Сол уақытта исламдық мәдениет, исламдық білім мен ғылымның, одан кейінгі мына сәулет өнерінің ерекше туындылары біртіндеп Ұлы Жібек жолының бойындағы сол уақыттағы түркі қағанатының құрамына кірген халықтарға кеңінен тарай бастады. Ислам мәдениетінің, ислам руханиятының түркі өміріне жақын екендігін, салт дәстүрі мен әдет ғұрпына жақын екендігін көрсете білді. Сонымен қатар бұл исламдық мәдениет пен білім келгеннен кейін осы түркі тілдес халықтардың ортасында ұлы ойшылдар әлемдік деңгейдегі ғылым мен білімді мойындатқандар болды. Кезінде мынау Қарахан дәуірінде осы ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады. Соның қабылдағаннан кейін қарап отырсақ тарихымызда Қожа Ахмет Яссауи, Баласағұн, Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім, Абай сынды аталарымыз ислам мен ғылымды ұштастырып, қазіргі уақыттағы халқымыздың бейнесін қалыптастырып берген. Дәстүрлі ислам дініне келетін болсақ, сол уақыттағы исламды қабылдаған түркі тайпалары өздерінің салт дәстүрлерінде исламнан бөлек қараған жоқ. Әрине, олар да сол өзінің әдет ғұрпын, салт дәстүрін, тыйымдарын осы ислам дінінің белгілі бір элементтері ретінде жергілікті халық енгізді. Содан кейін барып осы бүгінге дейін ұрпақтардың ортасында сабақтасып келген қазақ халқының өзіндегі дәстүрлі ислам діні қалыптасты. Ислам келу арқылы, дін келу арқылы біздің ұлтымыздың, халқымыздың ғылымға деген, білімге деген қызығушылығының артуы діннің келуімен деген. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Төке ханның жеті жарғысын қарайтын болсаңыз, тұнып тұрған шариғат, Құнанбай бабамыздың өзі болыс болған кезде де, елді билеген кезде осы шариғаттың шеңберінде үкім шығарып әділдікті алға қойып отырған. Осыны қарап отырсаңыз, біздің дәстүрімізге, ұрпағымызға сынып біте қайнасып кетті. Бұл туралы кезіндегі Махмұд Қашқаридің, Жүсіп Баласағұнидің, Әл-Фарабидің, Қожа Ахмет Яссауидің ілімдеріне келетін болсақ, осы жергілікті халықтың ділі менен қазіргі ислам дінінің түпқаздығы бір екендігін көрсетіп отыр. Сонан кейінгі мынау дәстүрдің өзіндегі ерекшеліктерді және олардың түпкі мақсатының бір екендігін көрсетіп отыр. Одан кейінгі мынау Жүсіп Баласағұнидің құтты білігін алып қараңыз, Ахмет Йөгнекейдің еңбектерін алып қараңыз, одан кейінгі мына Яссауидің ілімін алып қараңыз. Яссауидің ілімінің бүгінгі дейінгі өміршеңдігі сол жергілікті түркі халықтарының ділінің берік екендігінен көрсетіліп отыр. Қарап отырсаңыз, Дешті Қыпшақ даласында, Алтын Орда, Ақ Орда, бертін Алаш Ордасы, Алаш зиялылары, олардың барлығы медреседен, молдадан тәлім алып, білім алып, хат таныған. Қазіргі уақыттағы біздің ислам діні. Қарап отырсаңыз, барлығы барлығы осындай кезеңнен өтіп келсе де, ешбір қаймағын бұзбай сақталып біздерге дейін жетті. Қаншама тапқыншылық, қисық саясат болса да, қазақ өзінің қазақтығын сақтап қалған. Бұл қазақтығымызды, қазақтық ұлттық кодымызды сақтап қалудың ең басты себебі осы ислам діні біздің салт дәстүрімізбен біте қайнасқан. Дінді, исламды қазақтан алып қоятын болсақ, оны дәстүрмен, салтынан айырамыз деген. Сол үшін қазақты исламсыз көруіміз мүмкін.